Ғалымдардың соңғы зерттеуіне сүйенсек, шай мен сүтті араластырып ішу денсаулыққа зиян екен. Өйткені екеуінің қоспасы адам ағзасына қиын сіңеді. Сондай-ақ, шай мен сүт бір-бірінің пайдалы қасиеттерін жойып жіберетін көрінеді. Сондықтан да оларды бөлек ішкен абзал. Және де сүт қатқан шай ер адамға қарағанда әйел адамға көбірек зиян болып шықты. Осыған дейін ағылшын ғалымдары салмақ тастауға арналған көк шай адам өміріне қауіпті деп мәлімдеген болатын. Оны жиі ішіп тұру ішкі ағза ауруын тудырады, әсіресе бауырға зиянды деп санайды екен зерттеушілер. Сүт қосылған шай неліктен зиян? Сүт қосылған шай талғап ішетін адамдардың сусыны. Десе де, ықылым заманнан мал асырап, бағу арқылы күн көретін қазақ халқы үшін сиыр сүтінің орны ерекше. Дүниеге шыр етіп келгеннен бастап ана сүтін, одан кейін сиыр сүтін ішетін қазақ баласының санасында сусынның бұл түрі қалай ішсең де пайдалы деген ой қалыптасып қалған. Алайда шын мәнінде сүтті шайға қосып ішкен қаншалықты дұрыс екені жайлы қызықты және пайдалы ақпараттар айтатын боламыз. Видеомызды соңына дейін көріңіз және біздің еңбегімізді бағалап, арнамызға лайк басып тіркеле кетіңіз. Бір қызығы, сүттің зияндылығы оның қаншалықты майлы екеніне байланысты екен. Мәселен, майсыз сүт майлы сүтке қарағанда әлде қайда зиян болып табылады. Бұл ретте дүкен сөрелерінде толып тұрған сүт қораптары едәуір зиян деген байлам жасауға толық негіз бар. Себебі, олар шайдың құрамындағы антиоксиданттарды біз атап көрсеткен мөлшерден де көп жояды. Неміс дәрігерлері жүргізген келесі бір зерттеуге сәйкес, сүт қосылған шай жүректің жұмыс істеуіне кері әсерін тигізеді екен. Себебі сүттің құрамындағы казеиндер шайдың құрамындағы катехиннің концентрациясын төмендетеді және бұл заттар арқылы қан тамырларының кеңею процесі жүзеге асады екен. Ал ол гипертония дертіне немесе қан қысымының тұрақсыздығына әкеліп соқтырады. Десе де, сүт қосылған шайдың құрамында адам денсаулығына қажетті мөлшерде кальций болады екен. Демек, түптеп келгенде бұл сусынның да пайдалы тұсы бар екен. Сүт қосылған шай ішуді ұнататындар түрлі ауруға шалдығады екен. Сол себепті сүт пен шайды бөлек ішкен дұрыс дейді мамандар. Сүт пен шайды араластырып ішкенді ұнататындар асқазан ішек жолдары ауруларына жиі шалдығады. Одан кейін нефролог мамандарға жиі қаралады. Себебі шайды сүтпен бірге ішу бүйректе тас және құмның жиналуына әкеледі екен. Кез келген нәрсенің пайдалы және зиянды жақтары да бар. Сүт қатқан қара шай жүрек тамыр ауруларының алдын ала алады. Сүттің ең маңызды құрамдас бөлігі кальций сүйек, шаш пен тырнақты берік қылады. Сергітетін бұл сусын жалпы пайдалы екені сөзсіз дейді кейбір мамандар. Соңғы кезде сүт шайдың пайдалы қасиеттерін төмендетеді деген пікірлер туындай бастады. Зерттеулер көрсеткендей, сүт шайдың тек бірнеше қасиетін бәсеңдетеді, ал оның қосып беретін пайдасы одан бірнеше есе көп екен. Қара шайдың зиян екенін білесіз бе? Халық арасында шай ішпесем басым ауырады деген сөз жиі айтылады. Демек біз қара шайға үйреніп қалғанбыз. Бірақ сіз оның ағзаға келтіретін зияны жайлы естімеген боларсыз. Күнделікті ішетін бір кесе қара шайда 45 мг кофеин бар. Егер адам күніне орта есеппен 5 кесе шай ішетін болса, ол 1 литр суға 250 мг кофеинді езіп ішкенмен бірдей дейді сала мамандары. Қара шай жүкті әйелдерге өте зиян болып келеді. Жапон зерттеушілерінің дерегі бойынша шайдың құрамындағы кофеиннің мөлшері іштегі баланың салмағының жетпей туылуына себеп, әрі науқас адамның орталық жүйке жүйесіне кері әсерін тигізетін көрінеді. Достар, видеомыз пайдалы болған болса, арнамызға тіркеліп, біздің еңбегімізді бағалап, лайк баса кетіңіз. Және бұл видеоны жақындарыңыз бен достарыңызға жіберсеңіз, біз қуанышты болар едік. Ешқашанда ауырмаңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Сау болыңыз.